Мынау менің көзімді көрсеткен. Не мынау? Тана, давайте! Давай! Әкел телефонды. Бұлай. Жоқ. Бұлай. Жоғал. Бес. Жоғал. Сен әлі менен көріп тұрсың ба? Иә, мен оқиға орнына келдім. Айтпақшы, кешегі бала ұлықтан алыс болмай шықты. Иә, дәл өзі. Анық түскен, иә. Сендер не, шатасып кеткен жоқсыңдар ма? Сендер біздің бір очка ренжетіп жүрсіңдер ғой. Сен қалай қалай сөйлесің? Жақсылықпен телефонды қайтара салың. Қайтармасақ сен мамаң сақып келесің бе? Мал, тұрған жеріне кіре алмай қаласың ғой. Бергілші, дұқын қағын ба не? Қайтесің? Скелет, кәсен мамалатам отырған жеріне. Мамасы жоғанай. Қумай тұршы. Короче, шеголдар. Телефон жоқ. Қайтсандар шеге. Сен не сөзді қойып тұрсың? Бірге бір шығайық. Мә! Кинал. Давай, хан, давай. Кел. Қапай енді. Полиция келді қасында! Кәмелетке толмағандар істі бойынша әзірге көзге түсіп отырған осылар. Бір қызығы, әрқайсысында лақабат бар. Бұл өткенде ауыртқа түскен жігіт. Аты Тайман. Жасы 16-да. Ата-анасы туралы толық ақпарат жоқ. Ата-әжесінің баласы. Сабақ үлгерімі орташа. Лақабаты Евро. Мынау Нұрбол. Жасы 15-те. Ата-анасы ажырасқан, қазір әкесімен бірге. Компьютер ойындарының хас шебері, фотода көріп тұрғандай. Лақабаты хакер. Ұрланған барлық техникалық заттарды осы тазалайтын көрінеді. Дарын, жасы 18-де. Ата-анасы туралы толық ақпарат жоқ. Нағашыларында өскен. Қазіргі тұрғылықты мекен-жайы анықталуда. Лақабаты Хан Талапай. Барлық ұлдар мен қыздардың үстінен қарап отырған осы. Қылмыс әлемінің серкелері дейсің. Жақсы. Құдды бір шетелдің киносындағыдай екен. Ең өкініштісі, бұлардың барлығы ата-ана тәрбиесінен ажырағандар екен. Зарина. Әлбетте. Егер де бұлардың ата-анасы болып,
ата-ананың тәрбиесін алып, олардың мейір махаббатына бөленсе, бұлай болмас еді. Ал кейбір ата-аналар баланың бақытынан бұрын өз бақытын ойлайды. Өзім бақытты болсам, көрсем, ішсем, жесем дейді. Бала өмірге келді ме, әке-шеше солар үшін өмір сүру керек. Ал олар кейбір болмашы сынаққа бола, екеу екі жаққа кетеді. Баланың тағдыры ше. Бұлардың да кінәсі жоқ. Өйткені бала ата-ананы таңдап алмайды. Бұл өмір ғой. Жақсы. Бақылау жалғастыр. Болады. Құлақ бүгін қандай жаңалығымен бөлісер екен? Қазір келген кезде айтқандарының бәрін записке жазып ал. Кейін өздеріне естіміз. Ондай сатқы бізге керек емес. О, қалайсыңдар қыздар? Жақсы. Я бүгін ғана жаңалығым бар. Қазір біраз мектептерде Катана мен Софиді біледі. Және де мектепте жететін ақшаның саны да көбейді. Айтпақшы, ақша жинау жағынан көз қарап жатыр. Сосын мектепке жақында войп кіргізбекші. Жақсы. Қалайсың, досым? Что там, ішің байқап қойғаның ба? Ойбай, мені кім деп ойлайсың? Молодец, бағана уақытында түсіп қалдым. Сен кеткен бойда, анаңыз кеппеш көтерді. Сонда не дейді? Не дейсің сол? Әкем әп берген телефон, анам мынау ақшаны осы уақыт берді дейді. Эх, өмір ғой. Давай, бау. Давай. Өтініш, мен телефон тауып беріңіздерші. Жылама. Жыламашы табамыз. Олар түрін көрдің бе? Көрмедім. Мен кім алғанын білмеймін. Автобуста кім болғанын шамамен тани аласың ба? Шамамен, иә. Ішінде суреттер бар. Қара. Солар ма? Осы екеуін көрдім. Олар автобуста бір нәрсе деп ымдап тұрды, бірақ та ешнәрсе ойламады. Түсінікті. Қалайсыңдар? Айнымгүл, сен мектептерге бардың ба? Уайымдама бәрі, чеки. Алдында бір красный бар деп жатыр едің, сол Иә, қыздар, бізде жақында жаңа тема. Сондықтан қазір жасап жүрген түлектерді қыздарсыңдар. Онда мектепті 9 бітіріп кеткенім жақсы өте, одан басқа мына тірлікке вообще араласпайтын едік. Катана, бұл қандай тема ол? Сосын білесің. О, кім келген қараңдар? Шақырусыз келген қонақты жақтыртпай. Жа, қайтесің. Қыздар, перестать, а? Мен сендерді көргім келіп тұрған шамал. Не үшін келдің онда? Қалайсыздар, достар? Егер де сіздер киноны соңына дейін қарасаңыздар, онда біздің еңбегімізді бағалап, Лайк басып және коммент жазуды сұраймыз. және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.